Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ котлет дайындаймыз. Алдымен нанымызды осылай сүтке жібітіп алып, етімізге қосамыз фаршқа. Суға салсаңыздар да болады. Алдын ала пиязды үккіштен өткізіп алдым, және де бір сарымсақ қостым. Дәміне қарай тұз бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Видеода да көрсетілгендей фаршты қатты соғамыз қазір. Достар, менің парақшама жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытып кетпеңіздер. Мінекей осылай соқтық. Енді противеньге мен пергамент қағазын төседім. Үстіне кішкене май жағамыз. Осылай бір видеода көргенмін. Енді котлеттерімізді жасаймыз. Қалауларыңызша сопақ, дөңгелек, кішкентай, үлкен қылдырып жасай бересіздер. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Мен екінші противеньге жай ғана май жақтым. Екеуі де ұнады. Мінекей осындай өте дәмді котлеттер шықты. Мен балаларыма өте қатты ұнады. Әйтеуір осыны видеоға түсіруге үлгердім. Сіздер де дайындап беріңіздер балаларыңызға. Ас болсын.